Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дәл осындай қазіргі таңда хит болып жатқан восточный пирогын дайындайтын боламыз. Өте дәрумендерге бай және қарапайым пирогтардың түріне жатады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Ол үшін бізге керек болады ұн, жұмыртқа, сары май, шекер, разрыхлитель керек болады. Ұнымызға разрыхлителімізді салып, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап қолымызбен араластырып илеп аламыз. Сары майымыз бен ұнымызды да илеп алдық. Енді шекерімізді салып араластырамыз. Ал енді жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі қарапайым рецепттердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады және жақындарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Жақсылап дәл осындай қамыр илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болуы қажет. Көп ұн қосудың қажеті жоқ. Сол көрсетілген ұннан бөлек ұн қоспаңыздар. Ал енді жаңғақ, мейіз және қызыл өрік, сгущенное молоко қолданатын боламын. Қамырымызды 24 диаметрде формаға жақсылап жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, шеттеріне кішкене шығарып, жайып аламыз. Ал енді шеттерін бір тегіс етіп, тегістеп алатын боламыз. Енді жаңғағымызды саламыз, өрігімізді саламыз және мейізімізді салатын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін үстінен сгущенное молокомызды құйып аламыз. Бізге 300 граммдай сгущенное молоко керек болады. Сгущенное молокомызды құйып алдық, енді жақсылап тегістеп аламыз үстін. Біз бұл пирогымызды дайындап жатқан кезде духовкамызды қосып қоюымыз қажет. 180 градуста 30-35 минутте пісіп шығатын болады. Ал енді пирогымызды духовкаға салатын боламыз. Пирогымыз пісіп шықты, енді суытып аламыз. Ал суытып ыдысымызға да алды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай пирог болады. Өте керемет және тез дайындалатын, құрамына да ешқандай артықшылық кетпейтін, өте қарапайым, ерекше пирог болады. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және қоңырау белгісін басып қойыңыз. Ал сіздерге сәттілік достар.